Қазақстан Республикасының Конституциясы сотты атқарушы және заң шығарушы билікке тең билік деп жариялады. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, жаңаша даму жолына түскен жылдар ішінде құқықтық сала ілгерілеп, сот жүйесі дамып келеді. Ақсуат аудандық соты бірінші сатыдағы сот болып табылады. Жалпы юрисдикциядағы 2 құрамды. Аудандық сотта өз жұмысын сүйетін жоғары білікті мамандар қызмет атқаруда. Штаттық кестеге сәйкес Ақсуат аудандық сотында сот төрағасы, судья, сот әкімшісінің басшысы, бас маман, сот отырысының хатшылары, аға сот приставы және 3 бірліктен тұратын кіші қамту қызметшілер жұмыс атқаруда. Заңмен жоғары тұрған соттар мен арнаулы соттардың құзыретіне жатқызылғандарды қоспағанда, қылмыстық, азаматтық істердің және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің негізгі бөлігін қарау құзыреті жатады. Ақсуат аудандық сотында жылдан жылға медиация тәртібінде реттелген азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер саны артуда. Бұған себеп 2018 жылдың наурыз айында аудандық әкімдіктің қолдауымен сот ғимаратында татуластыру орталығының ашылуы. Қазіргі таңда Ақсуат аудандық соты Абай облысы, Ақсуат ауданы, Ақсуат ауылы, Абылайхан көшесі 13-ші мекен жайында орналасқан.